Bir күні, қарт кісі үйінің түпіріндегі ескі қоймасына кіріп, қалың шаң басқан ескі радионы тауып алады. Ол радионы баласындай аялап, қолына алады да, оның үстіндегі шаңды асықпай сүртіп тазалайды. Қуанған қарт оны терезе алдына қояды. Сол сәтте қарсы беттегі терезеден жүзі жылы кейуананы көреді. Ол да терезесін ашып, әуенді тыңдағандай басын изеп, қартқа мейірлене жымияды. Осылайша, еш сөзсіз, тек музыка арқылы жалғанған бұл терезе аралық достық 3 күн бойы жалғасады. Қарт үшін әр таң осы сәтті күтумен арайланып атады. 4-ші күні қарт үйрен шықты. Әдетімен радионы қосып, терезеге үмітпен қарайды. Бірақ қарсы беттегі кейуана көрінбейді. Кейуананың жедел жәрдеммен кеткені қарттың көз алдынан кетпей қояды. Қарт радионы алып қоқыс жәшігіне тастайды. Осылайша бірнеше күндер өтеді. Bir күні қарттың есігін біреу қағады. Ашса, алдында 2 кішкентай бала тұр. Немерелері қолдарында хат ұсынып. Бұл сізге әжеміз беріп жіберуді аманаттаған еді дейді, оның өмірден өткенін естіртеді. Құрметті көршім, осы үйге көшіп келгеніме 1 апта болса да, сіз маған қымбат жан болдыңыз. Менің құлағым естімейді, сондықтан тілдесе алмадым. Бірақ мен музыканы естімесем де, күнде терезе алдында сіздің күлімсіреп әуен тыңдағаныңызды көру үшін тереземді ашатынмын. Сіздің жүзіңізден әуеннің қандай сұлу екенін сезінетінмін. Ол менің соңғы үмітім еді.